Ал енді ойлап көрсек, сол дәуірде топырақ қала негізінен қандай қызметті атқарған? Деректерде айтылуынша, сол уақытта бұл қала мәдени, саяси, діни орай болған, һәмде қорғану қаласы есептелінген. Сонымен біргелікте антик дәуірде Африкилер династиясы хакимиет басына келеменге шекем. Анықрағы 2-3 әсірлерде айемгі Хорезм хукумдарларының Тикарғы резиденциясы болған деп шамаланады. Ал топырақ қала атамасы болса, оның жайласы орнынан келіп шыққан. Яғни бұл қала топырақлы үлкен төбеде орналасқан һәм Тикарынан топырақтан құрылған. Қаланың режесі меридиан бойынша созылып жатырған геометриялық туры 4 мүйішліктен ібарат болып, 2 қатар қалың қорған диуалар менен қоршалған. Оның сыртынан болса, қыр дөңгелек етіп айландыра, терең етіп қандек қазылған. Уақытында су толтырылған бұл енлі қандектен қалаға тек оның құбыла диуалы ортасындағы даруазасы тәріптегі аспа көпір арқалы өтілген.